арасына жарқ-жұрқ еткен жарықтар, көрермен толы зал. Дәл осындай концерт өткізу өзін әншімін деп санайтын әрбір өнер адамының арманы. Сол арманына қол жеткізу мақсатында өнер иелерінің бірі республика, енді бірі студенттер сарайын, ал үшіншілері Астанадағы Қазақстан орталық залын жалдайды. Әншілердің миллиондап қаржы шашып ұйымдастыратын шығармашылық кештері өзін-өзі қаншалықты ақтайды. Концерттің өзін ақтамады. Енді бұл сұраққа әртүрлі жауап беруге болады. Қанша халық болса да, әртіс өз міндетін атқару керек. Жеке концертін беруге ниеттенген әрбір әнші республика сарайын таңдайтыны анық. Бір күндік жалдау ақысы 3,5 миллионнан бастап 5 миллион теңге аралығында. 3,5 миллионға сахнаға көрік беретін LED экраны, 500 жарық беру техникасы, микрофон, дыбыс ұлғайтқыш жабдықтары кіреді. Ал 4,5 миллионға дәл сондай қызмет түренеді, тек жарықтар саны көбейеді. Ал 5 миллион теңгеге сахнаны безендіретін 12 түрлі өзгеріп тұратын көрінісі бар LED экран, дыбыс ұлғайтқыштан бөлек жарықтар саны 2 есеге көбейеді. Қазір бізде 2567 орын бар залда. Бізде осы концерттер маусым дейді ғой, бір маусымы болады. Міне көктемдік маусым болады. Сол кездерде бізде концерт көп болады. Әнші Абайбегей жақында республика сарайын жалдап алғашқы концертін өткізді. Кешке халық көп жиналды, алайда билеттер өнер иесінің туған туыс дос жарандарына тегін таратылыпты. Дүркіретіп өткізген кешінен бір тиын да табыс таппаған. Керісінше 2 миллион теңге шамасында мойнына қарыз ілінген жасырмады. Қомақты қаржы табамыз деп концерт бермейміз. Әрбір әнші өзіне жарнама жасау үшін, өзінің осы кезге істеген жұмысын, өзінің жасаған жұмыстарын халыққа көрсету үшін концерт береді деп ойлаймын. Абайдың жарты жыл дайындалып ұйымдастырған концерті 25 миллион теңгеге бағаланды. Жұлдыздың шығынын біз де есептеп көрдік. Әнші республика сарайын жалдау үшін 3,5 миллион теңге, жарнамасына 2 миллион, ал су жаңа костюм тіктіріп сахнаны безендіруіне кем дегенде 3 миллион теңге жұмсаған. Одан өзге аранжировкасы бар, олардың сведениясы дейді, оның барлығы қарайған ақша. Бұл жерден бәрін алып қарайтын болсақ, ол енді 8 миллионнан бөлек ақша. Шамамен оның өзіне бір 5-6 мың доллар ақша кетті. Әнші Абай Әбішев өзінің аттасы Абайдың қателігін қайталағысы келмейді. Сөйтіп ол жеке концертін студенттер сарайында өткізуді шешіпті. Студенттер сарайы республика сарайына қарағанда әлде қайда бағасы арзан. Бір тәулікке жалдасаңыз 1 миллион 500 мың теңге төлейсіз. Оның ішіне түрлі түсті LED экран, жарық-жұрқ еткен жарықтар мен дыбыс ұлғайтқыш аппараттар кіреді. Студенттер сарайының директоры Жанат Қарман түрлі жеңілдіктерде қарастырылғанын айтады. Мейірімділік іс-шараға байланысты 20% жеңілдік көрсетіледі. Ал жалпы коммерциялық бағыттағы түрлі шоу концерттерге 1 500 000. Ал еліміздің халық әртісі Ескендір Хасанғалиев осы жылдың өзінде екі бірдей мерейтойлық шығармашылық кешін ерекше атап өтті. Бірін Алматы қаласында, енді бірін Астанада ұйымдастырды. Екі бірдей бас қалада жеке кеш өткізу үшін қалтаңның қалың болуымен қатар демеушілік ететін аға көкелердің болғаны жөн деді Біржан Хасанғалиев. Бүгінде ол шыққан шығындарын есептеп отыр. Алматыда өткен концертке қаржы көбірек кетті. Шын айту керек, 47 мың доллар кетті. Алматының концертіне. Енді Астананыкі бюджет жағынан сәл төмендеу. Шамамен 35 мыңдай. Астана қаласында жұлдыздардың басым бөлігі концерттерін Қазақстан орталық залында ұйымдастырады. 3500 орынды концерт залын жалға алу тәулігіне 2 миллион 400 мың теңгені құрайды. Сен бақыттысың жыламағым, жай түсіп жатқанда да құламадым. Ал әнші Өмір Құлайниязов жеке концертін өткізуге дайын емес, себебі халықтың көңілінен шығатын әндері жұтаң көрінеді. Дегенмен күз айында республика сарайын жалдап кеш өткізу үшін бүгінде бар тапқан қаржысын жинап жүр. Үлкен ақша болғаннан кейін кішкене артында ақша болған дұрыс. Енді алғашқы нелер бар, рекламалар бар, бастапқы
нелеріне артымызға ақша жинап жүрміз. Соңғы уақытта өзін әнші ретінде танытып жүрген Сайлаубек Серікбол жеке концертін ұйымдастыру үшін арнайы концерттік зал іздеп бас қатырмайды. Қай жерде адам көп шоғырланады, сол орында шығармашылық кешін өткізе беретін көрінеді. Кейбіреуінің жаңағы жағдайы жоқ, кейбіреуінің жағдайы бар, сондықтан да бөліп жармай осындай ауыл аймаққа тегін концерт берген жөн көрдік. Халықты жинай алмаймын деп қорқатын әріптестеріне әншінің өз айтары бар. Халық қабылдамайтын шығар деп қорқатын болса, менің ойымша онда өнерді тастау керек. Жұлдыздардың өзге де жаңалықтарын біз қалт жібермеуге тырысамыз. Бүгінге осы.